Қайырлы күн досым. Сенің назарыңа бүгін ағылшын тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы the weather. The weather. Ауа райы. Hello, my dear student. Get ready for the lesson. Take your copybook and your pen and your books. Okay? Take a seat and being ready. Are you ready? Қазір сен кітабыңды және қалам мен дәптеріңді ала қой. Орнына отыра қой да мұғалімді мұқиятты тыңда. Дайынсың ба? Бүгін сабақта сен білесің. Осындай сөз тіркестермен танысасың. What is the weather like today? What is the weather like today? Және қысқаша жауаптары it is, it is, yeah, it is, it's. The weather, the weather. Weather дегеніміз бұл ауа райы, yeah? Қайталамен кейін. Weather, weather, weather. Жақсы. Қандай бізде ауа райы болуы мүмкін, yeah? Мысалы, жаңбырлы, yeah? Жаңбыр болуы мүмкін. Күн көз жарқырап тұруы мүмкін, yeah? Бұлтты болуы мүмкін. Найзағай соғуы мүмкін. Желді болуы мүмкін. Қар жауы мүмкін, yeah? Суық, ыстық және тұманды болуы мүмкін, yeah? Ал енді көшейік. Бірінші ауа райының сөзі. Бірінші біз сөздерді қарап шығайық, я? Мысалы, күннің көзі бізде болады sun. Sun. Sun ағылшынша, қазақша күннің көзі, я? Sun. Қайталамен кейін. Sun. Sun. Дұрыс. Келесі жаңбыр бізде болады rain. 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 Қайталап отыр мұғалімнен кейін. Rain. Rain, rain, rain ол бізде жаңбыр. Бұлт бізде ағылшынша бізде болады cloud, cloud, cloud. Қайталамен кейін. Cloud, 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 cloud ол бізде бұлт, иә? Жел бізде болады wind, 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 иә? Міне оқи ғой. Wind, wind ол бізде жел, wind. Қар бізде болады snow, 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 snow. Тұман бізде болады fog, 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 yeah? Fog. Күн күркіргенде бізде ол thunder, thunder, thunder. Күн күркірейді, yeah? Thunder. Ал найзағай болғанда ол бізде lightning, lightning, lightning. Тағы да қайталап. Күн күркіреу ол бізде thunder, thunder. Найзағай lightning, lightning, lightning. Я. Ал бұл lightning және thunder күн күркіреу және найзағай бірге болса, ол бізде дауыл болады, иә? Және жел бірге болса, ол бізде дауыл болады. Дауыл ол бізде storm. Storm. Қайтала, мұғалім. Storm. Storm ол бізде дауыл, иә? Storm. Storm. Ал бұл бізде суретте қазір көріп отырсың, бұл бізде бұршақ, иә? Бұршақ. Бұршақ ағылшынша бізде болады hail. 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 Бұл жаңа сөз. Hail, бұршақ, иә? Ол бізде қашан болады екен? Қыста болады, иә? Hail, hail, hail. Егер бізге ыстық болса, ыстық қалай болады екен? Ыстық ол бізде hot, hot, hot. Ыстық, hot, hot. Ал суық cold, cold, cold. Суық ол бізде cold. Және жылы деген сөзіміз ол warm, 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 warm ол бізде жылы. Warm, иә? Жылы бізде суық пен ыстықтың арасында, иә?
warm, жылы, warm. Тағы да қайтала. Hot, cold, warm. Ал енді бізге ауа райды айту үшін бізге қалай айту керек ағылшынша? It is деген тіркесін айту керек. It is бұл деген сөз, я? It is. Немесе қысқаша it's. It's, я? It is. It is. Сосын оған қосамыз сөзді, я? Қандай сөзді? Табиғат құбылысын, я? Қосамыз. Мысалы sun, я? Міне sun. Сосын sun сөзіне y әрпін қосамыз. Сонда бізде болады sunny, я? Sunny. Мысалы it's sunny. It's sunny. It is sunny, я? Қостық міне y әрпін. Sunny болды. Sunny. Sunny. Екі n екі болды енді. Sunny. Sunny. Немесе қысқаша it's sunny. It's sunny дегеніміз күннің көзі жарқырап тұр, я? It's sunny now. Қазір күннің көзі жарқырап тұр. It's sunny. It's sunny. Я? Тағы да қарайық. It is. Табиғат құбылысын аламыз. Мысалы жаңбыр. Rain. Rain. Оған қосамыз y әрпін. Болады rainy. Енді айтамыз. It's rainy. It's rainy. Жаңбырлы күн, я? It's rainy today. Бүгін жаңбырлы деген сөз. Міне, я? It's rainy. It's rainy. Бүгін жаңбырлы. Ал жаңбырлы емес десеміз, it's not деген кішкентай бөлшегін қосамыз, я? Not ол жоқ деген сөз, я? It's not rainy. Жаңбырлы емес, я? Емес немесе жоқ деген сөзді білдіріп тұрмау. Not кішкентай бөлшек. It's not rainy. It's not sunny. It's not snowy, я? Бұл деген сөз. It's not rainy. Жаңбырлы емес. It's not sunny. Күннің көзі жарқырап тұрған емес. Және it's not snowy. It's not snowy. Бүгін қарлы емес, я? It's not snowy. Ал сұрақ қалай болады, я, бізде? Бүгін қандай бізде мысалы, я? Is it деген тіркесті айтамыз осылай. Is it. Мынау нүктенің орнына табиғат құбылысын қоямыз, я? Rainy today. Is it rainy today? Бүгін жаңбырлы ма деп аудармасы болады. Is it rainy today? Бүгін жаңбырлы ма деген сөз. Is it rainy today? Қайталайын екен. Is it rainy today? Is it rainy today? Is it rainy today? Немесе is it snowy today? Я? Is it snowy today? Немесе is it sunny today? Я? Күннің көзі жарқырап тұр ма бүгін? Is it sunny today? Okay? Оған жауап беру керек осылай, я? Yes, it's sunny. Немесе yes, it's rainy. Немесе no, it's not rainy. No, it's not sunny, я? Ал енді біздің маңызды сұрағымыз, я? Бүгін қандай ауа райы? What's the weather like today? What's the weather like today? Қайталайын мүмкін. What's the weather like today? What's the weather like today дегеніміз бүгін қандай ауа райы, я? What's the weather like today? Бұны жаттау керек. What's the weather like today? Бүгін ауа райы қандай? Окей? Осыған жауап беру керек осылай. Мысалы, күннің көзі алайық. What's the weather like today? It's sunny today. It's snowy today. Міне snowy. It's rainy today. It's cloudy today. It's windy today. It's stormy today. It's cloudy today. Міне, я мысалдарды қарайық. What's the weather like today?
Енді әрбір мысалды қарайық, иә, мысалы күннің көзімен. What's the weather like today? Бүгін қандай ауа райы? It's sunny. It's sunny. Бүгін күннің көзі жарқырап тұр. It's sunny. It's sunny. Қайталап тағы да. What's the weather like today? It's sunny. It's sunny. Келесі. What's the weather like today? It's rainy. It's rainy. Бүгін жаңбырлы, иә? It's rainy дегеніміз бүгін жаңбырлы. What's the weather like today? It's cloudy. Дұрыс. It's cloudy. It's cloudy. What's the weather like today? It's cloudy. Бүгін бұлтты, иә? What's the weather like today? It's windy, иә? Есіңде бар ма? Мынау бізде wind. Оның соңына y қоссақ, windy болады. Мысалы, мынау жел, wind, иә? Ал желді болу үшін y әрпін қоссамыз. Windy болады, иә? Мысалы, wind және windy. It's windy. Желді деген сөз. Бүгін желді, иә? It's windy. What's the weather like today? It's snowing. It's snowing. Не деген сөз? It's snowing. It's snowing дегеніміз қарлы, иә? Қар жауып тұр. It's snowing. What's the weather like today? It's stormy. It's stormy. It's stormy дегеніміз дауылды бүгін, иә? Дауыл болып жатыр. It's stormy. What's the weather like today? What's the weather like today? It's foggy. It's foggy, yeah? It's foggy. Дұрыс. What's the weather like today? Есіңде бар ма? Бұл бізде бұршақ. Бұршақ ағылшынша бізде болады hail, иә? Сонда қалай болады екен? Мына жерде кішкене басқаша, иә? It's hailing. It's hailing болады. It's hailing. What's the weather like today? It's hailing. Мысалы, бүгін ыстық болса қалай айтушы едік? What's the weather like today? Қандай бүгін күн? It's hot. It's hot. Қалай деген сөз? It's hot. Ол деген сөзіміз өте ыстық, иә? It's hot. Немесе керісінше, what's the weather like today? It's cold. Өте суық, иә? It's cold today. It's cold. Немесе, it's warm, иә? It's warm. Жылы. It's warm. Маған жылы деген сөз. Жылы. Ал енді осы жерде саған weather тақырыбына бейнені көруге ұсынамын. Бұл бейне сабақты тоқтатты. YouTube сайтында осы көппен тұрған сілтемені көшір, немесе жаз. Осы weather тақырыбына бейнені таба ғой YouTube сайтында. Ол ауа райы бейнені қарап, сосын тыңдап және қайтала сөздерін тағы да қайтала. YouTube сайтында бейнені қарағанда, қайталағанда, енді бейне сабақты тағы да ашты, қос, иә? Енді саған сабақтың тақырыбын қалай түсінгенін тексеру үшін сен осы тест сұрақтарына жауап беру керексің. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін дәптеріңді аш, бүгінгі күнді жазамын ғой. Оның астында, күннің астында 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп жазамын ғой, иә? Сосын біз дұрыс варианттың дұрыс нұсқасын жазамыз, иә? Мұнда бізде, мысалы, бірінші, иә, A әрпі, B әрпі, C, D. Қайсысы дұрысы сен жазу керексің, иә? Дәптеріне жанына, бірдің жанына жазасың. Қайсысы дұрыс? Иә? Қайсысы дұрыс? Мынау жерде бізде ыстық деген сөзіміз тұр, иә? Жауап бергенде сен бейне сабақты кішкене тоқтат. Жауап бер, иә? Екінші, ол бізде желді деген сөз. Желді сөзінің дұрыс нұсқасын таба қойда жаза ғой екіншісі. Үшіншісі, қарлы деген сөз, иә? Қар жауып тұр.
дұрыстысын таба қой. Төртіншіде суық деген сөз табу керек, дұрысын. Суық сөзін таба қойыңыз. Және бесіншісі күннің көзі жарқырап тұр деген сөз, күннің көзі жарқырап. Бесіншісі. Алтыншысы жаңбыр деген сөз табу керек. Осы жерде тоқтай қой, тағы да қайталайын. Не істеу керек? Сандар жазасын 1-ден 6-ға дейін. Сосын жанына дұрыс нұсқасын жазу керек, сөзін дұрыс жазу керек. Қайсысы сөз дұрыс? Мысалы, бірінші ыстық, екінші желді, үшінші қарлы, төртінші суық деген сөз, үшінші күннің көзі жарқырап тұр, алтыншысы жаңбырлы деген сөз. Орында қойып тапсырманы. Бейне сабақты тоқтатып, орындап тапсырманы. Бұл тапсырманы орындаған кезде біткеннен кейін бұл тапсырманы фотоға түсіріп, мұғалімнің WhatsApp-қа жіберіңдер жауабын. Мұғалім сосын тексеріп бағасын қояды. Ал енді досым бұл тақырыпқа үй жұмысын осындай. Жаңа тіркестерді жаттау керек. Қандай сөздер біз өтпеген қарайық тағы да. It's sunny, күннің көзі жарқырап тұр. It's cloudy, бұлтты. It's rainy, жаңбырлы. It's snowy, қарлы. It's stormy, дауылды. It's windy, желді. It's foggy, тұманды. It's hot, ыстық. It's cold, суық. It's thundering деген сөзіміз бүгін күн күтіліп тұр. It's thundering. Және it's lightning, найзағай болып жатыр. Найзағай. Weather ол бізде ауа райы. It's hailing, бұршақ болып жатыр. It's hailing және it's warm, жылы деген сөз. Сосын екінші тапсырмасы кітабында емес, бірінші жаттығуда орындаймын. Үлгі бойынша сөздер жазу керек. Бұл бізде күнделікке немесе WhatsApp-қа жіберіледі. Үлгі бойынша міне осындай документті жазу керек. Snowy, sunny, cold басып жазу керек. Үлгі бойынша бұл сөз жазу керек. Ал енді жаз досым, саған сабақ ұнады деп үміттенемін. Жедел кездесулерге дейін назар аударғаныңа рахмет.